Сәлеметсіздер, Қосуыр подкастымыздың келесі санына қош келдіңіздер. Бүгінгі санымызда жалпы адамдарға керекті әдет деген туралы әңгімелесетін боламыз. Бүгінгі санымыз өте ерекше. Неге деген кезде біздің Сайра деген мүшеміз алғашқы подкастына қатысып отыр. Және де біз сіздерге арнап үлкен бір әдемі сыйлық дайындадық. Оны подкастымыздың соңында ашықтап айта кететін боламыз. Сайра, өзіңді таныстырып бастасаң. Сәлем достар, Қосуыр подкастының мүшесі Сайрамын. Мен өзім Дақын қаласынан келгем, сондықтан қазақ тілім сондай жақсы емес. Сол үшін айып етпеңіздер. Біз негізі бүгін әдет туралы сөйлесетін болғандықтан, алдымен өзіміздің үнемі істейтін сондай нәрселерден бөлсек дейік. Тәке, сізде қандай әдеттер бар? Сол туралы айта кетсеңіз. Мен әдет деген кезде ең бірінші ойыма келіп тұрған нәрсе су ішу. Өйткені күнделікті жұмысқа келетін болғандықтан, жұмыста көбінесе нәрсе істеп отырған кезде су ішіп отырамын. Бұл адамның денсаулығына пайдалы негізі. Жақсы әдеттердің біреуі деп ойлаймын. Оның сыртында мен жолда кетіп бара жатқан кезде, автобуста кетіп бара жатқанда бола ма, таңертең жұмысқа келе жатқанда бола ма, үнемі жаңа шыққан жаңалықтарды оқып отырамын. Және оның сыртында подкастларды тыңдап жүремін. Бұл жақсы әдеттердің бірі деп ойлаймын. Өте әдемі әдеттер екен. Сенде қандай әдеттер бар? Меніңше, мен негізі таңертең оянғаннан кейін қайткен күнде 5-10 минут жеңіл жаттығуларды істеймін. Өйткені адам денесінде ұйықтағанда бір босап, немесе қатайып қалады. Егер де біз таңертең тұрып сондай жаттығу істесек, бұрынғы қалпына кіріп бір әдемі болып қаламыз деген сөз. Одан кейін мен дәрет сындырғаннан бұрын таза су ішемін. Өйткені осылай істегенде адам денесіндегі олар деп айтамыз ғой, оларды сол дәрет сындырғанда бірге айдайды деп естігемін. Анда жақсы нәрсе екен. Мен қанша су ішетін болсам да, дәл оны таңертең ішкен кезде олай айдап шығады дегенді ойлайтын. Негізі таңертең ішкен, дәрет сындырғаннан бұрын ішкен өте жақсы деген. Тағы да қосып бір айта кетсем, негізі секрет емес, біз қыз бала болғандықтан біз бәріміз бетіміз боямыз күнде. Сондықтан ұйықтағаннан бұрын біз бетімізді тазалау керек, майды жағу керек. Сол негізі осыған мен күнде 30 минут өткіземін. Сол қандай шаршап тұрсам да бетімді тазалап, майды жағып. Егер де осыны істемесем, бір нәрсе кем болып тұрғандай бір қызық сезім болады. Біз негізі өзіміз... Қыз баланың ерекшелігі. Сол біз негізі өзіміз өте әдемі әдеттерді айта кеттік қой деймін. Сізде қандай жаман әдет бар? Соны тағы айта кетсеңіз. Жаман әдет деген кезде мен таңертең ояна салысымен телефонға қараймын, интернетке кіремін. Бұл негізі жаман әдеттердің біреуі деп ойлаймын негізі. Сенде қандай әдеттер? Менде де негізі сол. Телефон негізі таңертең ояна салып телефон ұстамаймын, бірақ та күнде сол түсте көп Facebook, Instagram деген сияқты көп уақыт жұмсап бірдеңе болса өткіземін деген сияқты телефонға. Жалпы мынау әдет жаман әдет, жақсы әдет деп жатырмыз ғой. Бұл әдет деген не нәрсе деп ойлайсың, сенің ойың қандай? Меніңше әдет дегеніміз адамның үнемі істейтін сондай нәрселері. Бір нәрсені біз қайта істегенде адамның миында сақталып қалады да, одан кейін өзіміз білмей-ақ сондай автоматпен соны істей береміз. Соны мен негізі әдет деп түсінемін. Негізі солай айтуға болады екен негізі. Негізі әдет деген жақсы әдет бар, жаман әдет бар. Біз енді әдет деп айтамыз, бірақ та осы әдеттер қайдан пайда болады, қайдан қайтып шығып келеді, сол туралы сіз не деп ойлайсыз? Жаман болса да, жақсы болса да қайтып шығып келеді. Қайтып шығып келеді деген кезде біріншіден мысалы адамдардың бос уақытына байланысты шығып келе ма деп ойлаймын. Өйткені бос уақыт шыққан кезде мысалы адам әртүрлі нәрсе істейді. Ол істеген нәрсесін мысалы үнемі қайталау арқылы ол әдетке айланып келеді. Екіншіден болған кезде адамның көңіл күйіне байланысты шыға ма деп ойлаймын. Адам мысалы көңіл күйден түскен кезде мысалы бір ішімдік іше салады, немесе темекі тарта салады. Оны қайталау арқылы ол әдетке айланып кетеді. Немесе мысалы жақсы әдеттер бар, олар адамның келешегінде мысалы осындай бір нәрсеге жету үшін қазір осындай істеуім керек деп оны үнемі қайталау арқылы ол әдетке айланып кетіп жатады. Осындай жағдайлармен негізі әдет шығып келе ме деп ойлаймын. Сондай. Негізі жастар демек адамның бәрінде жақсыдан бұрын жаман әдеттер өте көп болды ғой. Сол жаман әдеттер біз енді қайтып жоғалтуға болады. Сіз не деп ойлайсыз? Жаман әдеттерді негізгі жоятын бір
маңызды амал жаңағы ол жаман әдеттердің орнына негізі жақсы әдетті қою ма деп ойлаймын. Өйткені мысалы мен өзімде болған бір жағдайды айта кететін болсам, мен осы жұмысқа алғаш кірген кезде біздің жаңағы менімен бірге жұмыс жасайтын бір жігіт үнемі тамақ ішкеннен кейін бір ұсақ түйек жаңағы делгөрден алып келіп тәттіген бүйтіп отыратын. Бұл негізі жаман әдет қой, бірақ та жаңағы бұл жүре келе менде де ондай жағдай болды. Оған қарап ол нәрсе жеп отырғанда мен де жейтін жағдай болды. Иә. Одан кейін қарап жаңағы бұл жаман әдет. Сондықтан мысалы бұны жою үшін істеймін деген кезде жаңағы мен оны жою үшін ол нәрсе жеп отырған кезде мен мысалы таза су әкеліп су ішетін жаңағы бір әдет таптым, бір амал таптым. Оны үнемі қайталау арқылы жаңағы ол бір әдетке айналып жатыр мысалы. Сонда жаман әдетіңіз жақсыға ауысып кеткен деген сөз ғой, иә? Сонда әдет деген жақсы әдет, жаман әдетті жақсыға аударуға болады негізі. Мысалы мен бір енді жаңа әдет бастайын деп ойласам, мен не істеуім керек? Қайтып мен жаңа әдет пайда болдыру керек деп ойлайсың. Негізі әрбір адамда негізі өзінде бойында сәл де болсын кішкентай әдеттер болады ғой. Ол әдет жақсы ма жаман ба дегенге қарап жаман әдет болатын болса жақсыға айландыру керек, немесе жақсы бір айтадан жаңадан әдет шығарғысы келетін болса басқа бір нәрсеге байланыстырып шығарса негізі оңай бола ма деп ойлаймын. Басқа бір нәрсе деп айтқан кезде мысалы адам жаңадан бір кітап оқитын әдет пайда болдырғысы келетін болса, жататын төсегіне байланыстырып, мысалы төсекке жататын кезде үстіне кітап қойып қоятын болса, төсекке барған кезде мысалы ол кітапты үнемі көретін болғанда жаңағы оны оқитын болса, үнемі оқу арқылы ол әдетке айландырады. Екіншіден мысалы бір қандай бір адаммен бірігіп ол әдетті пайда болдыруға болады. Әркімнің қазір досы бар, жігіті бар, қызы бар деген сияқты, үйлерінде басқа адамдар бар деген сияқты. Олармен бірігіп бір нәрсені үнемі қайталау арқылы, бірігіп істеу арқылы ол әдетке айлануына болады. Оның сыртына мысалы бір аларым қою бола ма, мысалы өзіне ескертетін бір нәрсеге. Уақытты белгілеп, мысалы аларым қойып қою арқылы, немесе мысалы бір қабырғаға бола ма, қандай бір үнемі ескертіп тұратын көрген кезде нәрсе жазып қою арқылы ондай әдеттерді болдыруға болады. Бұл жердегі негізгі мәселе айта кететін болсақ, енді бір әдетті болдырға деген кезде бір мақсат болады ғой. Мақсатқа жету үшін жолында негізі бір сыйлықтар болу керек деп ойлаймын. Мысалы мен осы бір жақсы нәрсені бір жеті істейтін болсам, бір жеттен кейін өзіме осындай нәрсе аламын. Қыздар көйлек аламын деген сияқты. Киноға барам, достарыма кезген деген сияқты өзіңе сыйлық дайындап қоямын. Мысалы осындай күн осыны істесем, соны істеуіме болады деген сияқты. Оған жету үшін жаңағы ол нәрсені қайталау арқылы ол әдетке айланады. Сондай нәрсе істеуге болады. Онда мен негізі кітап оқимын, бірақ та осыны әдет қыла алмай жүрмін да. Сондықтан мен бетімді таза бір 30 минут өткіземін ғой. Одан кейін бір 30 минут кітап оқу үшін мені кітап негізі төсегімнің қасына қою керек екен деген сөз екен ғой. Одан кейін немесе жаңа бетің тазалаған кезде ол жерде кітап болатын болса, именно мейкап болғаннан кейін мен кітабым оқуым керек екен деген есіңе түсетін болады. Қасында оқысаң есіме түседі деген сияқты. Жарайды. Сонда тыңдаушыларға айта кетсек, негізі осы әдет туралы бір әдемі кітап бар. Чарльз деген жазушының жазған әдеттердің күші, немесе Power of Habit деген сондай кітап бар. Егер де әдет туралы көп нәрсе біліп алайын десеңіздер, осы кітапты оқуға болады. Айтпақшы біз қандай нәрсе сюрприз дайындап едік? Жаңағы Сайра айтқан жаңағы кітапты біз тыңдаушыларымызға сыйлық ретінде береміз. Бұны жаңағы рәндом арқылы таңдап алатын боламыз. Жарайды, біздің негізі уақытымыз өтіп барады. Қорытындылап айта кетсеңіз әдет туралы сізде айтар не бар? Жалпы адамның өмірі бір құлдырайды, бір жоғарылайды. Бұлардың негізгі себептерінің біреуі де жаңағы бұл әдеттер болып жатады. Сондықтан адам бойына жақсы әдеттерді қалыптастыру өте маңызды. Жаңағы Чарльз деген кісінің кітабында жалпы қазіргі біздің COVID-19 жаңағы вирус шығып жатыр ғой. Соған ұқсастау бір жағдай айта кеткен жері бар. Бұл қандай деген кезде жалпы дағдарыс деген нәрсе адамның қолына келетін бір мүмкіндік дейді. Өйткені дағдарыс кезінде адамда көп уақыты болады, және де әдеттерді өзгертетін, және де жақсы әдеттерді бойына сіңіретін негізгі мүмкіндіктердің біреуі деп айта кеткен екен. Жарайды. Сонда осы кітап алу үшін біздің тыңдаушылар не істеу керек? Оны біз подкастты
бұл санын қойған кезде ашықтап жоғары жағына жаза кететін боламыз. Жарайды, біздің бүгінгі санымыз негіз аяғына жетіп жатыр ау. Бүгінгі подкаст санын жүргізген мен Шынарбекұлы Дәулетбек, Зүлфқар қызы Сайра. Сіздермен келесі санда жүздескенше сау болыңыздар.